Барлықтарыңызға сәлем. Мен Ұлжан Нұғыман. Егер де сіз әлі ештеңе тіге алмаймын, неден бастау керек деген сұрақтар қойсаңыз, онда сізде тігуге деген ниетіңіз бар. Егер сізде ниет пен шыдам болса, онда міндетті түрде жетістіктерге жетесіз. Сіз тігуді үйренгіңіз келсе, тігіңіз, тағы да тігіңіз. Алғашқы кезеңдерде көптеген қателіктер болады. Бұл қалыпты жағдай. Мен сіздердің қателіктеріңізді азайтуға тырысып, осы видео жазбаны сізге ұсынамын. Назарларыңызға тігін ісіне қажетті құрал-жабдықтардан бастаймын. Қазір тігінге арналған көптеген құрал-жабдықтар бар. Бірақ оның бәрін сатып ала берсеңіз, қалтаңыз көтермеуі мүмкін. Кейбір құрал-жабдықтар тігіншінің қол жұмысын жеңілдетеді. Менің сандығымның аузы әрең жабылып тұр. Бірақ сендерге тек ең қажеттісін айтайын. Ең алдымен өлшеулер үшін, үлгілерді салу немесе реттеу үшін бізге сантиметрлік таспа қажет. Сантиметрлік таспа созылып немесе қиылып қалуы мүмкін. Оны егер сіз жиі, ұзақ қолданған кезде таспаның сандары өшіп, немесе ұшындағы темір түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да сіз бұл таспаны әлсін-әлсін ауыстыруыңыз жөн. Мен, мысал үшін, бұл сантиметр таспаны өте мұқият пайдаланған жөн. Мен, мысал үшін, осылай қолыма таспаны орап, осылай сақтаймын. Өлшеуді жүргізу ыңғайлы болу үшін мен сіздерге серпімді резинканы қолдануға кеңес беремін. Біз оны бел, кеуде, бел, мықын сызықтарына манекенде бекітеміз. Бұл сізге өте ыңғайлы. Кей кезде сізге дәл айналымдар қажет болғанда. Мысал үшін, шалбарды жанынан белінен мықынға дейін өлшеу үшін пайдалануға бұл серпімді резинкалар сізге көмектеседі. Бұл өлшемдерді дұрыс алуға көмектеседі. Әрине, тәжірибелі тігіншілер бұл резинка таспаларды қолданбайды, бірақ сіздерге кеңес беремін. Әрі қарай мен сіздерге темір линейка туралы айтайын. Темір линейка соншалықты ауыр, иілгіш болады. Олар 1-50 сантиметр, 50, 30, 60 сантиметрліктер болады. Бұл темір линейкаларды құрылысшы магазиндерінде немесе кеңсе магазиндерінен алуға болады. Келесі пластмассовый сызғыштар. Мен таныстырам. Бұл сызғыштар, лекалы сызғыштар сіздерге қолты ойындысын, мойын ойындысын, әртүрлі дөңес, қисық сызықтарды алуға өте сізге көмектеседі. Бұл сызғыштардың айырмашылығы неде? Оның транспортерлармен ғана ерекшеленеді. Бұл және үшбұрышты линейкаларды сізге қолдануға болады. Бұл жерде ыңғайлы үшін мынандай текшелері бар. Текшелерді 5 сантиметрден арасында орналасқан. Сізге егер ол сізге не береді? Айталық, сіз сызығынан 1,5 сантиметр шегінгіз келсе, бұл жерде мен 1, 2, 3 текшені жылжытам. Сөйтіп, біз екінші сызбаны сызамыз. Бұл жерде сізге жаңа қажетті 1,5 сантиметр тігіске еніне қалдыруға көмектеседі. Ол өте сізге ыңғайлы. Енді кесу, шаншу құралдарына көшейік. Ең маңыздысы әрине тігіншінің қайшысы. Олар ауыр, жеңіл, жүзінің ұзындығына, жіңішкесіне
кішірек жүзді болып бөлінеді. Өзіңізге қолайлы нұсқаларын таңдап алыңыз. Сатып алудан бұрын қайшыны міндетті түрде тексеріңіз. Дүкенде матаның қиындыларында бірнеше бағытта кесіп, қайрау сапасын тексеріңіз. Осылайша сіз қайшының қаншалықты ыңғайлы екенін сезінесіз. Кейде өте нашар қайшылар болады. Олар матаны дұрыс кеспейді. Бір күні студент дүкеннен қайшы сатып алып, қайшы қорапшада болғандықтан тексермейді. Үйге келгеннен кейін қайшының дұрыс кеспейтінін білгеннен кейін магазинге барып, ешқандай дауыссыз қайшыны ауыстырып алады. Сондықтан да сіздер әрі-бері жүгірмей, сол жерде қайшыларды тексеріп алған, сапасын тексеріп алған жөн. Тігін қайшысын басқа материалдарға, қағазға, пластмассовый, картонға қолданбаңыз. Жіптерге арналған арнайы қайшылар бар. Снайперси, кусачки, шепчики, осыларды қолданған жөн. Біз қағаздар, жіптер үшін арнайы кішкентай кәдімгі кеңсе қайшысын қолдануға болады. Пішу кезінде мынандай зигзаг жүздері бар арнайы қайшыларды қолдануға да болады. Бұл кейбір маталарда осындай қайшымен жиектер мен тігістердің шетінемі үшін кеседі. Келесі сөккіш. Сөккіш бұл аксессуар атауынан түсінікті. Тігін ісінде тіккен кезде міндетті түрде сөгуіміз керек. Бұл сөккіш стандартты машиналарында комплектте бірге келеді, негізінде болады. Сонымен қатар ілмектердің тесіктерін кесуге де өте ыңғайлы. Жіп, кескіш, снайпер, оларды пайдалану ыңғайлығына байланысты. Снайпер жіптердің ұштарын оңай және ұқыпты түрде кеседі. Қол жұмысын жасау кезінде жіп кескішті пайдалану әдетте қайшыларға қарағанда әлде қайда ыңғайлы. Қол машина тігістері үшін әртүрлі мөлшердегі ұзындықта сапалы, қалыңдықта сапалы инелерді таңдаңыз. Иненің түрі, қалыңдығы матаға сәйкес келуі керек. Ең маңыздысы машина сапалы тігу үшін мата мен жіптің машинаның ине нөміріне сәйкес келуі керек. Машина инелері жеңіл маталар үшін 70-75 нөмірлі, орташа салмақты маталар үшін 80-90, ал ауыр маталар үшін 100-110-120 инені қолданыңыз. Тігін жіптері таңдау, мата сатып алу сияқты өте маңызды. Қазіргі тігін жіптері түрлері өте көп. Жіптердің құрамына сәйкес таңдаңыз. Мақта мата, синтетикалық, полиэстер, жібектен, джинсиға арналған жіптер бар. Қазір кезде мынандай бобина жіптер, идеал жіптерді өзіңіз таңдап тігуге қолдануыңызға болады. Булавки тереуішке көшейік. Мына жалпақ басы бар тереуішке назар аударыңыздар. Жақынырақ көрсетейін. Бұл тереуіштер өте ыңғайлы, әмбебап болып саналады. Бірақ та сіз жұқа матамен, мысалы шифонмен, немесе керісінше пальто, мех тәрізді өте тығыз материалмен жұмыс жасасаңыз, онда бұндай тереуіштер жарамайды. Ондай материалдарға жіңішке немесе ұзын тереуіштер қажет. Сіз тереуіштерді әртүрлі тәсілдермен сақтай аласыз. Мысалы, полиэстер толтырылған жұмсақ игольница немесе магниттик керек болады.
тереуіштерді сақтау үшін. Наперстке бұл күрделі емес, құрлығыны ешкім елемейді, бірақ бекер. Ол саусақтарыңызды ине кіруден ғана емес, сонымен қатар саусақтардың терісін кедір-бұдырдан қорғайды. Ең бастысы өзіңізге ыңғайлы өлшемін табу. Тігінші үлгілердің контурын матаға белгілеу, ауыстыру үшін борды қолданылады. Бұл тегіс және әртүрлі пішінде, түрлі түсті, үш бұрышты, төрт бұрышты болады. Үлгілердің контурын сызбастан бұрын борды екі жанынан аздап жону керек. Сол кезде сызықтар жіңішке, айқын болады. Және де ынталандыру мақсатында 24 сағат ішінде жоғалып кететін маркерлер бар. Бұл өте сізге 24 сағат ішінде киімдерді тігуге ынталандырады. Негізгі үлгілерді құру, сызу үшін миллиметровка қағаз немесе ватман ұсынамыз. Үлгіні сызғаннан кейін оны калька қағазына модельдейміз. Дайын үлгілерге қалың қағаз, мысалсын электрокардон немесе арнайы қалың пленканы қолданыңыз. Тігін машинасы негізгі құрал болып саналады. Тігін машинасының көмегімен сіз тезірек, жақсы, әдемі етіп тігесіз. Өйткені қазіргі кезде бірнеше 10 жылдықтар бұрын тек қолмен жасаған операцияларды орындай алады. Мысалы, түйме тігеді, қатпарларды жинайды, түймеліктерді тігеді және кестелерді тағы басқа операцияларды орындайды. Жалпы, мен керекті құралдардың бәрін айттым. Сіздерге көмектестім деп үміттенемін. Барлықтарыңызға іске сәт, келесі кездескенше.